бұл видеоны қарамағанша мектепке барушы болма. Өйткені бұл видео сенің мектепке баруындағы көзқарасыңды өзгертуіне әбден мүмкіншілік береді. Достар, бұл видео мощналайын деп тұр. Бұл видео арналған оқушылар үшін ең маңызды видеолардың бірі болайын деп тұр. Бұл видео негізінде асылында шынымен де шыны керек, әрбір оқушы көру керек. Ендеше достар, каналға тіркеліп кетейік, лайк басып кетейік, комментарияға өзіміздің ойымызды жазып кетейік. Бұл жерде болашақ мұғалімнің блогы, мұғалімнің айтатын нәрселері басқа мұғалімдерден көрі, басқа адамдардан көрі айтпайтын нәрселер айтылады, функционалды білім беріледі. Енді кеттік, бастаймыз. Сонымен бұл видеоны қарамай мектепке барма деген менің основной ойым, основной инсайдым не нәрсе, ең басты меңзеп тұрған нәрсе не нәрсе. Оқушылар көп жағдайда мектепке не үшін барады? Білім алу жоқ. Білім алу просто оқушылар үшін қызықсыз. Просто қызықсыз. Честно айтайын, өте көптеген балалар білім алу үшін қызықсыз. Өйткені білім алу шынымен де қызық болған кезде білім сапасы өте жоғары болатын еді. Бұл бірінші. Екіншіден, балалар мектепке шыны керек, достар үшін жай ғана общениясын барады. Бұл шынымен. Өйткені менің өзімнің негізінде мен қазір 9-шы сыныпта бітіріп отырмын ғой. 9-шы сынып кішкене басқашалау болды. 9-шы сыныпта мен қазір основной айтатын нәрсем менде 9-шы сыныпта заложить етті. Ал оған дейін менде көп жағдайда просто достармен кездесу, просто достармен уақыт өткіздіру, жай ғана достармен бірге жүру, мектепте жай ғана мен үшін қызықты, мектеп мен үшін бір қызықты өмірдің кепілі болды. Бір бөлігі болды қызықты өмірдің. Үшіншіден, ата-аналар үшін, ата-аналарымыз оставлять етеді, ата-аналарымыз сен мектепке баруың керексің, сен мектепте білім алу керексің дейді. Оларды түсінуге болады, өйткені бұл жалпы мемлекетте, бұл жалпы заңда әрбір біздің енді мектеп жасына жеткен оқушы міндетті түрде білім алу керек деген сияқты бізде жалпы заң бар. Мінекей, енді не нәрсе? Жалпы балалар білім алу үшін бармайды. Балалар жай ғана достармен кездесу үшін барады. Бұл бір. Екіншіден, ата-аналар айтқандықтан барады. Бұл екі. Үшіншіден, сабақ үстінде не істейді? Олар телефон қарайды көп жағдайда. Одан кейін олар сөйлеседі өте көп жағдайда. Одан кейін олар білгендерін жасайды өте көп жағдайда. Бос уақытта не істейді? Қоңырау болған кезде асханаға барады. Олар тағы да не істейді? Телефонда отырады әлі де сөйлеседі. Просто жай ғана какой-то, мысалға бізде сабақ 8-де басталады ғой, сабақ 1-де аяқталады, өте көп уақыт, қателеспесем 6-7 сағат олар осылай отырады. Мейлі бірінші ауысым, мейлі екінші ауысымның балалары, барлығымыздың 99%-іміз просто так өтеді. Кейбіреулеріндікі вообще 100%. Енді не түсінесің бұдан? Балалар мектепке миссиясыз барады. Миссиясыз, яғни тек қана уақыт өткіздіру үшін барады. Ал сен күніне 7-8 сағат өткіздіресің, тем более жаңағындай жол бар. 8 сағат, тек 8 сағат. Сен 8 сағатында жаңағындай мектепке жалпы мектеп өміріне арнайсың. 8 сағат мектеп өміріне жайдан жай арнайсың. Мектеп өміріне егер де пайдан тигіздірсе, онда ол жақсы әрине. Бірақ сен жайдан жай мектеп өміріне арнайсың. Просто уақыт өткіздіру үшін. 8 сағат, күніне 8 сағат. Бұл аптасына 5 күн бар. Одан кейін жыл бойы келетін 9 айлық білім бар. Және де бұл уақыт 11 жыл, или же қысқартып айтқанда 9 жыл. Сен просто почти бүкіл өмірінің, сен балалық шағының, жастық шағының 50% өткені мектеп ол өте көп уақыт алады ғой, күннің жартысын алады. 50% сен жайдан жай бос уақытқа арнайсың, жайдан жай өткіздіруге арнайсың. Ешқайда миссиясы, ешқайда нәрсесіз, ешқайда бір қандай да жүйесіз. И то сен уже
мектептен келесің, үйге барасың, потом опять телефон, опять жаңағындай ойын, ешқайда жүйе жоқ, ешқайда нәрсе жоқ сенде. Өмірдің мәні сенде просто уақыт өткіздіру. Ал егер де енді осыны түсін, самый важный момент, самый важный ойда сақтайтын момент. Балалық шақта қалыптасатын тәрбие, жастық шақта қалыптасатын тәрбие, жастық шақ дегенде қандай сақ? Мен мектеп бітіргеннен кейін айтпаймын, өйткені мектеп бітіргеннен кейін сенде уже взрослый жизнь келеді, андай переходной возраст, мынандай дейтін сияқты нәрселер келеді. И сенде материалдық проблемалар, басқаша физический проблемалар, жұмыс жасау керек, колледж, ақша табу керек. Осының барлығы сенің жерде. Бұл жерде заулық қалыптасу қиын, бірақ мүмкін, бірақ қиын. Ең маңызды шақ бұл мектеп оқитын кезде бірінші сыныптан бастап, бірінші сынып демеге қой. 5-ші сыныптан бастап, бастауышты бітіргеннен бастап, 5-ші сыныптан бастап, қалған сыныптарда сенде залог успеха қалыптасу керек. Мышление қалыптасу керек. Сенде чемпионский мышление қалыптасу керек. Уақытты босқа өткізілмей, окей, менде қазір миссия бар, сол миссияны орындау керек. Значит, не істеу керек? Мектепке барасың, например, турникқа тартыласың. Мектепке барасың, например, дұрыс нәрсе тыңдайсың. Мектепке барасың, не просто так телефонда отырасың. Реально, сабақ реально саған керек болса, барлық сабақта 5-ке оқы, мықты қара демеймін. Сабақ керек болса, онда сабаққа қара. Қоңырауда жай ғана уақытыңды босқа өткізілмей, аудиокнига тыңда. Жолға барасың, мектепке шығасың, сол кезде аудиокнига тыңда. Мектептен шыққаннан кейін аудиокнига тыңда. Уақытыңды босқа өткізілмей, дәл осы мектептен сен өміріңнің балалық шағының 50%-ын дұрыстап пайдалан. Өйткені бұндай уақыт саған қайтып келмейді. Және де өскен кезде сен өкінесің, өйткені қазір өте көп адамдар бар мектепте, жалпы өте көптеген мектепте жаман нәрселерге ұрдым жаққан ұрлық болсын, электронды темекі болсын, шынайы темекі болсын, тіпті ішімдік болсын, өте көп нәрселерге ұрдым жаққан балалар бар. Және де егер де сен осылай кете берсең, онда жолға түсіп кетуін әбден мүмкін. Құдай сақтасын, бірақ сондай жолға түсіп кетуін әбден мүмкін. Ондай жолға түспеу үшін дәл қазірден бастап өзінің уақытын дұрыс пайдалан. Сондықтан да менің мақсатым дәл осы видеоны қарамас бұрын мектепке барма дегенім дәл осы. Сен түсіндің деп ойлаймын. Ендеше дәл осы видеоны досына жібер, міндетті түрде досына жібер. Міндетті түрде егер де ол саған шынайы дос болса, ол сенімен бірге дамиды. Ал сені артқа қарай тартпайды. Егер де ол сені артқа қарай тартатын дос болса, онда sorry, бірақ бұндай дос саған керек емес. Сондықтан да егер де өз досын сені алдыға қарай тартқың келсе, бұл видеоны жібер, мүмкін өзгеріп жатар. Енді келесі видеоларда кездескенше.